Конго Демократиялық Республикасының астанасы Киншасадағы ең үлкен түрмеден қашпақ болған 129 адам қаза тапты. Оқиға дүйсенбі күні таңертең болған. Елдің ішкі істер министрінің мәліметінше, қашу кезінде түрмеге айтарлықтай материалдық шығын келтірілген. Сонымен қатар мекеменің әкімшілік ғимаратында, оның ішінде азық-түлік қоймалары мен ауруханада өрт шықты. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендердің саны 129 адам, ескертуден кейін 24 адам оққа ұшты, қалғандары жаншылып тұншығып өлді. Кейбір әйелдер зорланған, сондай-ақ комиссия 59 жаралыны анықтады. Шілде айының басында Макала түрмесі толып кетуді азайту мақсатында 420 тұтқынды босатқан. Бұл Конгодағы ең үлкен түрме. Ол 1957 жылы 1,5 мың тұтқынды орналастыру үшін салынған. Оның үстіне биылғы жылдың шілде айында белсенділердің айтуынша, онда 15 мыңға жуық адам ұсталған. Оның үстіне басым көпшілігі тергеу изоляторында болды. Мұндағы тұтқындар өмір сүру жағдайларына шағымданды. Мен мұнда сотсыз және тергеусіз 1 жылдан бері қамауда отырмын. Шарттары өте қиын. Тұтқындар күн сайын өледі. Мұндағы адамдар елестетудің өзі қорқынышты жолдармен зардап шегеді. Біз өте нашар тамақтанамыз. Түрме қызметкерлерінің айтуынша, қашпақ болған тұтқындардың бәрі қайтыс болды.